Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз 48-ші сабақпен танысамыз. Ыстық су мен суық суды қоссақ не болады? Ыстық су мен суық суды араластырғанда жылу алмасу жүреді. Не болады? Ыстық судағы молекулалар тез қозғалады, энергиясы көп. Суық судағы молекулалар баяу қозғалады, энергиясы аз. Екеуін қосқанда ыстық судың жылуы суық суға беріледі. Нәтижесінде ыстық су салқындайды. Суық су жылынады. Соңында екеуі де ортақ бір температураға келеді, жылы су болады. Бұл процесс жылулық тепе-теңдік орнағанша жалғасады. Жылу берілуді бақылауға арналған құралдар қалай істейді? Жылу берілуді, температураны өлшейтін негізгі құрал термометр. Жұмыс істеу принципі. Термометрдің ішінде сұйықтық, мысалы сынап немесе спирт болады. Температура артса сұйықтық кеңейеді, жоғары көтеріледі. Температура төмендесе сұйықтық сығылады, төмен түседі. Сол арқылы біз судың қаншалықты ыстық не суық екенін көреміз. Суретте энергияның бір түрден басқа энергия түріне айналуы көрсетілген. Күн энергиясының қозғалысы. Күннен шыққан энергия жерге жарық және жылу түрінде таралады. Күн энергиясы өсімдіктерге, суға, ауаға беріледі. Соның әсерінен жел пайда болады, су буланады, өсімдіктер өседі. Сызба. Күн энергиясы. Жер бетіне түседі. Өсімдіктерге беріледі. Жануарлар мен адамға беріледі. Жылу және қозғалыс энергиясын айналады. Биологияда энергияны сақтау заңын пайдалану. Энергияны сақтау заңы. Энергия жоғалмайды және жоқтан пайда болмайды, ол тек бір түрден екінші түрге айналады. Биологиядағы қолданылуы. Бір өсімдіктерде фотосинтез. Күн энергиясы химиялық энергияға айналады. Өсімдік күн сәулесін пайдаланып қорек түзеді. Екі адам мен жануарларда. Тағамдағы химиялық энергия қозғалыс энергиясына және жылу энергиясына айналады. Адам жүргенде, жүгіргенде энергия жұмсайды. Үшқоректік тізбекте. Күн энергиясы өсімдік, жануар, адам. Энергия бір ағзадан екіншісіне беріледі. Қорытынды. Биологияда энергия сақталады, бірақ үнемі бір түрден екінші түрге айналып отырады. Тірі ағзалардың тіршілігі энергияның осылай өзгеруіне негізделген. Бір энергия сөзінің түсіндірмесі. Энергия жұмыс істеу қабілеті. Түсіндірме сөздікте әдетте екі түрлі мағынасы беріледі. Физикалық мағынасы дененің жұмыс істеу қабілеті. Ауыспалы мағынасы адамның күш-қуаты, белсенділігі, мысалы, оның энергиясы көп. Екі жағдайды талдау. Екі жұмысшы кірпішті екінші қабатқа тасып жүр. Қай жұмысшының энергиясы көп? Бір жолы көп кірпіш апаратын жұмысшы көбірек жұмыс істейді, яғни бір көтергенде көбірек энергия жұмсайды. Қайсысы көп жұмыс істей алады? Егер денсаулығы мықты, төзімді болса, ұзақ уақыт бойы жұмыс істей алады. Бірақ көп кірпіш көтерген адам тез шаршауы мүмкін. Олар бұл жұмысты ұзақ істей ала ма? Неге? Ұзақ уақыт істей алмайды, себебі ағзадағы энергия қоры азаяды. Адам шаршайды. Энергияны сақтау және ауысу заңы тұрғысынан. Тағамдағы химиялық энергия. Бұлшық еттің қозғалыс энергиясына айналады. Сонымен бірге жылу энергиясы бөлінеді. Энергия жоғалмайды, тек бір түрден екінші түрге ауысады. Жұмыс кезінде энергия жұмсалады, сондықтан ағзадағы қор азаяды. Энергияны сақтау үшін жұмысшыларға не істеу керек? Уақытында тамақтану. Демалу. Суды жеткілікті ішу. Жұмысты тиімді бөлу. Қорытынды. Адам жұмыс істегенде энергия жұмсайды. Энергия тағамнан алынады және қозғалысқа айналады. Энергияны сақтау үшін дұрыс тамақтанып демалу қажет. Тақырып бойынша тест сұрақтары. Бір сұрақ. Энергия дегеніміз не? А. Дененің салмағы. Б. Жұмыс істеу қабілеті. Т. Дененің көлемі. Дұрыс жауап. Жұмыс істеу қабілеті. Екі сұрақ. Тағамдағы энергия адам ағзасында қандай энергияға айналады? А. Жарық энергиясына. Б. Қозғалыс энергиясына. С. Дыбыс энергиясына. Дұрыс жауап. Қозғалыс энергиясына. Үш сұрақ. Энергияны сақтау үшін адамға не қажет?
А. Демалу және дұрыс тамақтану. Б. Көп сөйлеу. К. Ұйықтамау. Дұрыс жауап. А. Демалу және дұрыс тамақтану. 1. Энергия жоғалып кете ме? Жоқ, энергия жоғалып кетпейді. Ол тек бір түрден екінші түрге айналады. 2. Энергия туралы заңды дұрыс айт. Энергияны сақтау заңы бойынша энергия жоқтан пайда болмайды және жойылмайды, тек бір түрден екінші түрге ауысады. 3. Қалай ойлайсың, 3 сіріңкемен бір қазан сорпа пісіруге бола ма? Неге? Жоқ, болмайды. Себебі 3 сіріңкеде энергия өте аз. Ол үлкен қазандағы сорпаны пісіруге жеткіліксіз. 4. Бөлме ауасының температурасын көтермей, пеште көп отын жағуға бола ма? Бұл жерде энергияның айналуы туралы қандай заңды еске түсіреміз? Жоқ, болмайды. Пеште отын жанғанда химиялық энергия жылу энергиясына айналады. Жылу бөлме ауасын жылытады. Бұл жерде энергияны сақтау және энергияның айналу заңын еске түсіреміз. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.